Рахмет. Біз әуелі елді түзету, бала оқыту ісін түзеуіміз керек. Балаға көп үйретем деп, асығып, шала шарпы үйрету деп, аз да болса анықтап нық үйрету абзал. Өзгелер бас қосуымызға сенімсіз көзбен қарайтын болса, оларға өз арамыздан көмекші табылар. Ағашты кесетін балта, балтаның сабы ағаш. Соның да басқа мысалдары бар. Адал кәсіппен күн көре алмайды. Я арам жесе бас ауыратын иттер қай жерде болсын кездеседі. Білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек, күшті болу үшін бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек. Өзіңе тілеме жамандықты, басқаға да тілеме. Өзіңе істеген жақсылықты басқалардан қызғанба. Жалпы, адамзаттың жақсылығына сенің адамгершіліктің ең биік белгісі. Адамның түзу жолға түсуінің ең бірінші шарты өзін өзі тексеру, өз қатесін көре білу, келешекте сол қателікке жол бермеуге ұмтылу. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Өзінің тарихын жоғалтқан жүр, өзінің тарихын ұмытқан еді. Қайда жүріп, қайда тұрғанды, не істеп, не қойғандығын білмейді. Келешекте басына қандай күн түсетініне көз жетпейді. Bir халық өзінің тарихын ұмытса, бір халық өзінің тарихын жоғалтады. Ар-намыс, махаббат болмаған жерде адамгершілік тұра ма? Бұл сипаттардың болуы үшін адам баласы азат және тәрбиелі болуы керек. Көзіңді аш, оян қазақ көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті дін нашар болып қалды. Қазағым еті жатып жарамасты. Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Айбыны асқақ атақ әлемге мәшһүр қазақ елі біртуар зиялылары қай кезеңде де адалдықты ту етіп, әділдікті көксеген сөз құдіреті мен заң құдіреті. Ел тарихында сан қилы оқиғалар мен өзгерістер орын алса да, ата-бабамыз осы екі құндылықты мәңгілік сақтап қалды. Біздің еліміздің